Reddit қолданушылары, сіздің Google'дан соңғы іздеген затыңыз сізді өлтіреді делік. Соңғы рет не іздедіңіз және ол сізді қалай өлтіреді? KFC-ге тапсырыс бергенмін. Түсінікті. Майлы тамақ жүрекке зиян. Немесе уланып, жоқ, келесі күні әжетханада бір жерің ашып өлесің. Үлкен, жоқ, дәу емшек. Жарайды, енді іздемеймін, өлтірмеңдер. Ё-моё, мен қатты іш өту деп іздедім. Досым, қиын болып саған. Сен бұтыңа түсіп өлесің. Жаңадан танысқан жігіт туралы іздедім. Негізі сол маған бірден ұнамаған еді. Қалай тез арықтауға болады деп іздедім. Ал керек болса. Негізі миды қосып логикалық ойланып көрсек, онда тез салмақ азайтып өлудің жолдары көп. Мысалы, екі аяғыңды шауып тастайды. Логикалық тұрғыда салмағың азаяды ғой, солай емес па? Американды орны. Бір жеріңе сақ бол, балақай. Жақсы нәрсе іздемепсің. Дифференциал сандар. Мама, айттым ғой, маған математика керек емес деп. Асимптоматикалық талдау жасап, миың жарылып өлесің. Конфуций? Қумаш, ё-моё, фантазиям жетпей тұр қалай өлтіретінін ойлап табу үшін. Мен Елизавета екінші туралы іздедім. Ол қалай өлтіреді мені? Google аудармашы әзірге қалай екеніне басым жетпей тұр. Дұрыс аудармаған үшін өлтіріп кетеді, немесе басқа тілдің адамдары. Дәу көтені бар латинка мулатка тәте деп іздедім. Ал сақ бол бала, ондай сайттардан видео қарама. Эйфель мұнарасы. Ол мені қалай өлтіреді екен? Мен одан 11 километр алыстамын. Парашюттен секіру туралы іздеген болатынмын. Жарайды, жауап жазбаңдар, білемін қалай өлетінімді. Эротикалық массаж. Менің жолым болды деуге келе ме? Маған жақын жердегі жерорта теңізі мейрамханасы деп іздедім. Тамақтан уланып өлесің деген сөз ғой онда. Диабет. 2 апта бұрын маған дәрігерлер диабет деген диагноз қойды. Жалпы менікі шындыққа жанасатындай екен. Милфа видеолар іздедім. Жоқ, керек емес. Сенің қалаңдағы барлық милфалар сені іздеп жүр. Біттім дей бер, балақай. Пандалар туралы іздедім. Олар сондай қолапайсыз болып көрінгенмен адамдарды өлтіре алады. Тасбақаның тасағы туралы іздедім. Оны неге іздеп жүрсің, жынды? 1990 жылғы Ford Escort Cosworth көлігі. Жарайды, қағып кететінін біліп тұрмын. Түсінікті, футбол командам туралы іздеп едім. Олар әдеттегідей менің көңіл күйімді түсіріп өлтіреді. Ядролық бомбаның жарылу аймағы туралы болды. Жаман әрине, бірақ сен жалғыз болмайсың. Мен қазақша Reddit деп іздедім. Автор мені тіркелмегенім үшін өлтіреді ма? Окей, тіркелдім. Қасқырлардың анатомиялық сүйектерінің суретін іздедім. Не болса да бір түрлі өлім болады. Қуыршақтар, бела, осылай жетпей тұр еді. Ал сен соңғы рет Google'ден қандай нәрсе іздедің және ол сені қалай өлтіреді? Комментарийға жазуды ұмытпа. Қазір сен экранда 4 видеоны көріп тұрсың. Сол 4 видеоның біреуіне кіріп қарауды ұмытпа. Мен 10-нан 1-ге дейін санайтын боламын. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Видеоға кірдің деп ойлаймын. Сәттілік.